Сөзге тоқтаған, сөзден сүрінген шешендер. Өнералды қызыл тіл демекші, қазақ халқы ежелден сөз өнерін қадір тұтқан. Бабаларымыздан қалған ең асыл мұралардың бірі сөз өнері болып табылады. Ертеден Қыпшақ пен Найманның арасында өте үлкен араздық пайда болған екен. Бұл араздықты шешу мақсатында Қыпшақтың басты ақсақалы Барақ өзінің күшік секілді тілмарын жіберген. Күшік Сандыбай байдан ұрыс естіп келіп, қатты ашуланып, 5-6 жігітті ертіп қайтадан барған екен. Сандыбайды масқаралағысы келген күшік осы сәтті пайдаланып, Сандыбайға сені өлтіруге кісілер келді. Бұлардан қашып құтылу үшін әйелдің киімін киіп, тезек теріп жүр. Сәтті туған кезде мен саған аттан деп айқай салам, сол кезде бар күшіңмен қаш деген екен. Сандыбай бұның сөзіне сене қалып, өзі әйелдің киімін киіп, елдің арасында тезектеріп жүреді. Өз елдің жанына келгенін байқаған күшік аттан деп айқай салады. Бұл сөзді естіген Сандыбай жанұшыра алға қарай ұмтылғанда домалап түсіп, етегіне оратылып домалап түседі. Елде жатқан әйелді құтқаруға тырысқан ер адамдар көтеріп қалған кезде оның Сандыбай екенін байқайды. Бұны көрген Найманның бай билері бұлай сүйек сындырғанынан өлгенің артық екен дейді. Ар-намысты биік тұтқан қазақ халқы осылайша өзін сөзіне тоқтата білген екен. Осындай шешен, өзін сөзіне тоқтата білген, халқын мірдің оғындай шешендігімен елдің арасында танылған тағы да бір Тұралы деген шешен болыпты. Бұл шешен өте кедей тұрған екен. Осы елге Асқар Сәтмірзаұлы деген жас ақын іздеп келіп айтысуға келген. Асқар қонақта отырған кезде бір тышқандардың кіріп шығып, маза бермей отырғанын байқап қалған Тұралы осы сәтті айтыста пайдаланар деп өзі сөз бастап кетіпті. Кедейлер соңынан қалмас қашқанменен, боласың кейде одақ дұшпанменен. Таңданба бұл ойды былтыр салдым, бірігіп 60-70 тышқанменен деген кезде Асқар сасқанынан бұл Тұралымен айтысып абырой таба қоймаспын, әлден-ақ арландай алтындап тастады деп тұрып кеткен екен. Тұралының тағы бір қасиеті оның баласының қорғауынан басталған. Тұралының баласы Ғұмар ер тоқымына Ермағанбеттің алшаңы қатты қызыққан екен. Әкеңе ақшасын беремін, сенен сатып алайын деп, әкең айта бар деп, оның ер тоқымын алып қалған. Бұны естіген Тұралы алшанға келіп, ағайынмен тең болсаң, бір нәрсені қолқалар, ағайынмен тең болсам, ақша беріп саудалар, байлығың одан кем болса, соның бірін білмейсің, көре соқыр сен болсаң деген екен. Қатты ұялған алшаң одан кешірім сұрап, 2 қап билей берген екен. Осындай оқиғалардың тағы біреуі өзінің елінің байларының кедейлерін сынаған сараңдарына сабақ берген 2 құрдас шешендер туралы болмақ. Ермағанбет пен Әлпейін шешендер осы сараң бір байдың үйіне түсіпті. Байдың бәйбішесі ауырып жатса керек, тоқалы қара көже беріпті. Бұны байқап қалған Әлпейін оны сапырып отырып, ет демес, көже демес не дер едің, салып берген тоқалды сөгер едім деген. Оны іліп алып кеткен Ермағанбет қойдың сүтін қосқаннан жаны қалды, кесі ұрса да алып жығар едім деген екен. Осы кезде бай қатты ұялып, орнынан тұрып, бәйбішеміз ауырып жатқандықтан тоқал еттің қайда екенін білмеген ғой деп қайтадан ет асқызған. Етті жеп болғаннан кейін бата сұраған кезде Ермағанбет қайта асқанын кәрі жілікпен қабырға дегенін Әлпейін іліп әкетіп, бақ дариды, қыдыр дариды, мұна пиғыл, мұна ниетпен осы байға бақ дарима депті. Бай қатты сасып ұялып, орнынан тұрып кешірім сұрап, өздеріңіздің жолдарыңызға ала көрмеңіздер деген екен. Осыдан кейін осы бай мырза атанып делінеді. Өзінің тапқырлығымен, шешендігімен және аңғарымпаздығымен ғана ерекшеленбей, сонымен қоса батыл қасиеттерін көрсететін шешен күйшілер де болған екен. Осындай оқиғалардың бірі бір ауылға Ақсақ Темір келіп түскен. Ол ауылдың бүкіл термеші домбырашыларын жинап, сол жерде өнер көрсеткен. Бәрі тараған соң Ақсақ өзінің қасына бір ұнаған күйшіні алып қалыпты. Күйшінің есімін сұрағанда Дәулет деген. Бұл сөзді естігенде ол қатты шіміркеніп селк ете түскен. Дәулетпен баққа көзі тоймаған Азияның барысы шіркінай Дәулетті соқыр болады екен-ау депті. Бұны естігенде тайсалмастан Дәулет соқыр болмаса Ақсақтың үйіне келіп несі бар деген. Шешен сол сөйлер сөзден тайсалмаса демекші, осындай басты қасиеттерді өзіміздің алдымызға қойып, шешендік өнерді одан әрі дамыта түсуіміз керек деп ойлаймыз. Бұқар жырау айтпақшы, шаршы топта сөз бастау бәрінен де қиын іс болып табылады.